Сәлем достар, сіздермен Ұлжан Жұмабайқызы. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді лаваш дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен картопымызды үккіштен өткізіп аламыз. Егер сіздерге бұлай картоптың жіңішке болған ұнамаса, өз қалауыңызша турап алсаңыз да болады. Одан соң салқын суға салып, жақсылап жуамыз. Одан кейін қағаз майлықтың үстіне картоптарымызды осының үстіне қойып шығамыз. Сол кезде біздің осы картоптарымыз тез құрғайтын болады. Және бір қабат қағаз майлықты үстіне төсеп, осылай қолымызбен басып жібереміз. Келесі біз тауықтың етін осылай жіңішке әрі ұзынша етіп турап аламыз. Бұл жерде сіздер кез келген етті қолдансаңыздар болады. Одан соң осы тауықтың етін табада қуырамыз. Табамызға 3-4 ас қасық сұйық май құйып, оның үстіне осы тауықтың етін салып қуырамыз. Кішкене майға қуырып аламыз алдымен. Одан соң бетін жауып, өзінің суында 10 минут ұстайтын боламыз. Осы аралықта біз келесі көкөністерімізді турап аламыз. Бір дана қызанақ қажет болады. Артық жерлерін кесіп алып тастап, оны да дәл видеодағыдай ұзынша әрі жіңішке етіп турап аламыз. Бұл жерде сіздер өз қалауларыңызша кез келген көкөністі қолдансаңыздар болады. Бөлек ыдысымызға салып аламыз. Одан соң келесі қиярымызды тураймыз. Егер үлкен болса, жарты қияр жеткілікті. Оны да ұзынша әрі жіңішке етіп турап алдым. Оны да бөлек ыдысымызға салып аламыз. Және менде дүкеннің сәбіз салаты. Мұны үй жағдайында өздеріңіз жасап қоссаңыздар да болады. Және ірімшік қажет болады. Оны да осылай үккіштен өткізіп аламыз. Осы аралықта біздің 10 минутымыз өте шығады. Өзінің суында мына тауықтың еті бұқтырылып, яғни пісті. Енді осылай қызартып қуырамыз. Қызартып қуырып болғаннан кейін оның үстіне дәміне қарай тұз және қара бұрышын саламыз. Міне біздің тауық еті де қуырылды, қызарып дайын болды. Енді келесі табамызға көптеу май құйып, бағанағы кептірілген картоптарымызды осы майда қызарғанша қуырып аламыз. Міне картоптарымыз да дайын болды. Енді соусын дайындаймыз. Мен соусына майонез бен кетчупты екеуін осылай ыдысқа салып араластырып алдым. Міне соусым дайын болды. Міне барлық қоспалардың барлығын қарасаңыздар дайындап, осылай бөлек ыдысқа салып алдым. Ары қарай менде осындай дүкеннің лавашы дөңгелек. Осы лавашымызға алдымен соусымызды осылай жағып шығамыз. Одан соң қиярымызды саламыз, қызанағымызды саламыз, майда қуырылған картопымызды саламыз. Және дүкеннің осындай сәбіз салатын салдым. Майда қуырылған тауықтың етін салдым. Одан соң ірімшігімізді ең соңынан осылай салып шығамыз. Одан соң кішкене соусымыздан осылай бетіне құйып жібереміз. Енді ораймыз. Екі жағын бірінші орап алып, ары қарай дөңгелетіп осылай орап аламыз. Мен бұл жерде 2 адамға лаваш жасап жатырмын. Яғни бұл қоспаның барлығы 2 лавашқа арналған. Міне келесі екінші лавашымызда дәл солай жасап орап алдым. Енді бұны пісіреміз. Ол үшін құрғақ табамызды отқа қоямыз да, соның табамыз қызғаннан кейін лавашымызды саламыз. Менде 2 лавашта бірден сиіп кетті. Саламыз, одан соң осылай үстін кішкене басып жіберіңіздер. Сонда асты тегіз қызаратын болады. Асты қызарғаннан кейін келесі бетіне аударамыз. Келесі беті қызарғаннан кейін осылай 2 жағын да қызартып алыңыздар. Сол кезде өте дәмді әрі қытырлақ болып шығатын болады. Міне қарасаңыздар келесі бетіне аударып жатырмын.
Міне осылайша біздің лавашымыз дайын болды. Қазір сіздерге кесіп көрсетейін. Байқасаңыздар, сырты осылай қатты болып қытырлап тұр. Осылай үй жағдайында жасап, балдарыңызды қуантыңыздар. Видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сыртта сатылатын лаваштардан ешқандай да кем емес. Жасап көріңіздер.